6 қараша күні ArcelorMittal Теміртаудың 2-ші жылу электр станциясында 2, 3 және 4 қазандық істен шықты. Су бірден 70 градус межеден 15 градусқа дейін төмендеді. Бұл температурада шаһардағы барлық пәтерлер бірден суыта бастады. Қазіргі таңда станцияда жөндеу жұмыстары әлі жалғасып келе жатқанын ескерсек, 2 қазандықтың бірден істен шығуы қиын жағдайға алып келді. Утром понижение было на 15 градусов меньше, чем должно было быть. Таңертеңгісін 15 градусқа дейін температура төмендеді. Жылудың межеден төмен болуы 2-ші жылу электр станциясында бір қазандық істен шыққаннан. Әзірге жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қосымша бір қазандықты қосып қойдық. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы орын алған апаттан кейін пәтерлердегі температураның төмендеуін тұрғындарға түсіндірудің еш қажеті жоқ деп тапқан. Өкінішке қарай, қалалық әкімдіктің 2-ші жылу электр станциясында орын алған төтенше жағдай туралы берген ақпаратын дәлелдей алмадық. Слушайте, я прям при мне запросили температуру 69-41. Это сейчас, да? Да, в настоящее время. Нормативная температура 70, да, то есть 69-41, это считается, в общем-то. Да, это сейчас, но у вас там позавчера что-то случилось. Ничего не могу вам сказать на эту тему. Понижение температуры было, да, в разумных пределах. Наша информация 69-41. Это сейчас, а вчера, позавчера? Вчера было некоторое снижение температуры, незначительное. 15 градусов это значительно, Алексей. Я вам дал комментарий, который я могу вам дать в этой ситуации. У вас какая-то авария была с позавчера? Наташ, я вам дал комментарий, который я вам мог дать в этой ситуации. То есть было незначительное понижение, аварии не было? Я вам дал комментарий, который я вам могу дать в этой ситуации. 7 қараша күні 2-ші жылу электр станциясында қосымша қазандық іске қосылып, судың температурасы 60 градусқа дейін жоғарылады. Түстен кейін 4-ші қазандық жөнделіп, іске қосылды. Бүгінгі таңда 3 бастапқы қазандық пен 1 қосымша қазандық қана жұмыс жасауда. Теміртау қалалық тұрғын үй шаруашылық мекемесінің басшысы Низами Гаджиевтің айтуынша, жылыту маусымының алғашқы кезеңдерінде мәселе туындамайды деп кесіп айту қиын. Алдағы уақытта 2-ші жылу электр станциясында орын алған апаттардың салдарынан қиындықтар туындауы мүмкін. Как правило, начало отопительного сезона Жылыту маусымы басталғаннан кейін қиындықтарсыз жұмыс бастап кету қиындау, кейде кедергілер пайда болады. Жаманынан бастасақ, міне қазір орын алып отырған жағдай 2-ші жылу электр станциясындағы апат. Негізі, 1 қарашада қаламыздағы барлық пәтерлерге жылу берілді. Тек бір үй ғана жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқандықтан жылусыз әзірге. Шенеуніктің сөзіне сүйенсек, егерде үйлердегі жылу температурасы төмендей бастаса, бірден пәтер иелерінің кооперативіне немесе басқарушы компанияларға барып жүгіну қажет. Олар да температураның төмендеуін 2-ші жылу электр станциясындағы орын алған апатқа сілтесе, онда биыл қала халқына жылытқыш пештеріңізді ертерек қамдай беріңіздер демеске амал жоқ.